Сәлеметсіздер ме? Өткен бөлімде біз модельдеу алгоритмдері мен бағдарламалық құралдар тақырыбын қарастырған болатынбыз. Ал бүгінгі тақырыбымыз модельдерді верификациялау және валидациялау, дәлдігін бағалау. Модельдеу қазіргі инженерия мен ғылымның негізгі құралдарының бірі, бірақ кез келген модель шынайы өмірді дәл бейнелей алады деп айтуға болмайды. Модель қаншалықты күрделі және сапалы жасалса да, ол нақты жүйеге сәйкес келмесе, ондай модельдің ғылыми немесе практикалық маңызы болмайды. Сондықтан модель құрудың ең маңызды кезеңдерінің бірі оның дұрыстығын тексеру, яғни верификация және валидация жүргізу. Верификация бұл модельдің есептеу алгоритмдары мен бағдарламалық логикасының дұрыс орындалуын тексеру. Басқаша айтқанда, ол модель дұрыс жұмыс жасалған ба деген сұраққа жауап береді. Ал валидация модельдің шынайы жүйені қаншалықты дәл бейнелейтінін анықтау. Яғни оның нақты деректермен сәйкестігін тексеру. Бұл екі процесс модель сапасының негізгі көрсеткіші. Егер модель дұрыс верификациядан және валидациядан өтсе, оны нақты инженерлік шешім қабылдау үшін қолдануға болады. Осылайша бұл кезеңдер ғылыми зерттеудің сенімділігін арттырып, тәжірибелік нәтижелердің дәлдігін қамтамасыз етеді. Енді осы екі ұғымға бөлек тоқталып кетейік. Яғни верификация модельді ішкі құрылымдық тұрғыдан тексеру процесі болып табылады. Жаңа айтып кеткендей, бұл модель дұрыс жасалған ба деген сұраққа жауап береді. Ол бағдарламаның, алгоритмдердің және де математикалық теңдеулердің өзара сәйкестігін қамтамасыз етеді. Модельдің сыртқы нәтижесі дұрыс болғанымен, оның есептеу логикасы дұрыс болмаса, ондай модельге сенім артуға болмайды. Верификация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Біріншіден ол кодты тексеру, яғни бағдарламаның ішкі алгоритмдері дұрыс жазылған ба, формулалар қате енгізілмеген бе, соны анықтау. Екіншіден сандық тұрақтылықты бағалау, бастапқы параметрлердің аз өзгерісі нәтижеге қалай әсер ететінін зерттеу. Үшіншіден логикалық сәйкестікті бағалау, яғни модельдегі физикалық заңдылықтар мен теңдеулердің арасындағы үйлесімділікті тексеру. Төртіншіден бақылау есептерін шешу, модельді қарапайым жағдайда сынау және алынған нәтижені аналитикалық шешіммен салыстыру болып табылады. Мысалы, тау-кен инженериясында FLAG-3 немесе RC2 бағдарламалары арқылы есептеу жүргізер алдында инженер модельдің теңдеу құрылымын тексеріп, бастапқы параметрлердің дұрыс енгізгеніне көз жеткізеді. Бұл кезең верификацияның ең басты мақсаты бағдарламаның есептеу логикасы мен физикалық моделі үйлесімді екенін дәлелдеу. Келесі ұғым бізде ол валидация ұғымы. Модельді тек бағдарламалық тұрғыда тексеру әрине жеткіліксіз, оның нәтижесі шынайы өмірдегі процестермен де салыстырылуы қажет. Сол үшін валидация жүргізіледі. Яғни валидация бұл модельдің нақты физикалық жүйені дұрыс сипаттайтынын дәлелдейтін процесс. Ол модель шындыққа сай ма деген сұраққа жауап береді. Бұл кезеңде модель нәтижелері нақты өлшеулермен, тәжірибелік деректермен және өндірістік көрсеткіштермен салыстырылады. Мысалы, егер модель жыныс қабатының орнықтылығын есептесе, онда алынған кернеу мен деформация мәндері нақты сенсорлармен өлшенген деректермен салыстырылады. Айырмашылық аз болса, модель валидті деп айтады, яғни шынайы деп есептеледі. Валидацияның негізгі әдістері ол тікелей салыстыру, яғни модель нәтижесін нақты деректермен салыстыру. Екінші әдісі ол параметрлердің сезімталдық талдауы, яғни қандай параметр нәтижеге көбірек әсер ететінін анықтау. Үшінші ол калибрлеу, яғни модель параметрлерін нақты өлшеуге сәйкестендіру. Және төртіншісі ол қайта модельдеу, ол бірдей шартта модельді қайтадан орындап, нәтиженің тұрақтылығын бағалау болып табылады. Яғни бұл кезең модельдің шынайы өмірмен байланысын дәлелдейді және оны тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді. Модель верификациямен жаңағы айтып кеткен валидациядан кейін, сон барлығынан өткен соң, оның дәлдігін бағалау қажет. Модельдің дәлдігі алынған нәтижелердің шынайы деректермен қаншалықты сәйкес екенін көрсететін негізгі көрсеткіш. Модельдің сапасы үш негізгі қасиет арқылы бағаланады. Ол дәлдік, тұрақтылық және де сенімділік.
Дәлдік ол модельдің нәтижесі мен нақты өлшеу арасындағы айырмашылықтың аз болуы. Тұрақтылық бұл модель параметрлері аз өзгергенде нәтиженің қатты ауытқымауы. Ал сенімділік ол модельдің бірнеше сынақта да ұқсас нәтижелер беруі. Мысалы, модельдің нәтижесі нақты деректермен салыстырғанда айырмашылығы 5%-дан аспаса, ол өте дәл модель деп саналады. Ал алдыңғы тақырыпта айтып кеткендей, корреляция коэффициенті 0,9-дан жоғары болса, модельдің сәйкестігі өте жақсы деп бағаланады. Ендігі кезекте тау-кен ісіндегі тәжірибелік мысалдар арқылы келтірейік. Тау-кен инженериясында верификация мен валидация әрбір модельдік зерттеудің міндетті бөлігі. Мысалы, карьердің еңісін жобалау кезінде модель арқылы есептелген тұрақтылық бұрышы нақты геодезиялық өлшеулермен салыстырылады. Нәтижелердің сәйкестігі жобаның сенімділігін арттырады. Жарылыс жұмыстары кезінде модельден алынған қысым толқынның таралу аймағын тәжірибелік датчиктер арқылы тіркелген деректермен тексеріледі. Сол тексерілісінің нәтижесінде айырмашылық аз болса, модель дұрыс деп есептеледі. Тағы да көптеген әрине мысалдар келтіруге болады. Және осы процестер нәтижесінде модель нақты жағдайды дәл бейнелей алатын растауға болады. Енді модель сапасын арттырудың жолдарына тоқталып кетейік. Біріншіден, бастапқы деректердің сапасы жоғары болуы керек. Яғни енгізілетін ақпарат дұрыс болмаса, модельде нақты нәтиже бермейді. Екіншіден, модель үнемі жаңартылып, қайта тексеріліп отыруы қажет. Үшіншіден, валидация мен верификация бірізді және жүйелі түрде жүргізілуі қажет. Модель нәтижесін визуалды түрде тексеруде маңызды, яғни 3D кескіндер болсын, графиктер болсын, диаграммалар арқылы. Бұл тәсіл модельдің мінезін жақсы түсінуге көмектеседі және көзбен бақылауға мүмкіндік береді. Модельдеу тек есептеу емес, ол ойлау мен талдаудың жаңа деңгейі. Сенімді модель бұл инженердің ең басты көмекшісі, ал оның сапасын тексеру ғылыми жауапкершілік. Жалпы бүгін біз модельдерді верификациялау және валидациялау ұғымдарына тоқталып кеттік. Келесі бөлімде біз тау-кен инженериясы міндеттерінде модельдеудің қолдану мысалдары тақырыбын қарастыратын боламыз.